Шәкәрім Құдайбердіұлы. Қазақтың түп атасы батыр түрік, арапсың деген сөздің түбі шірік. Пәленше сахабаның затысың деп, алдаған дін жамылған өңкей жүлік. Адамның тұқымынан Нұх пайғамбар, үш ұлы Хам-Сам, Яфас, міне осылар. Яфастың бір баласы түрік деген, өрбіген, сонан өсіп талай жандар. Болады араб жұрты Самның ұлы, біледі шежіренің бәрі мұны. Түріктің шын аты екен Надылуше, түрік деп неге атанды, тыңда соны. Қарлы Алтай қатты суық тауда жүріп, от жаққан Надылуше оймен біліп, суықтан сөйтіп елін сақтаған соң, түрік деп хан көтерген патша қылып. Оқ өтпес түрік деген темір тымақ, ат қойған ұйқастырып елі тымақ, жан сақтар темір киім, от ел сақтар, емес пе жарасымды көрсең сынап. Аталған сөйтіп тұрып Надылуше, ол кезде жылдар өтті мыңдап неше, түріктен шыққан талай сайып қыран, жер жүзі тітіркенген түрік десе. Кім білмес баяқ өткен Оғыз ханды, қаратқан қол астына талай жанды, басында Азияны түгел билеп, әділдік орнатқан ер Дана ханды. Бұл өлеңде Шәкәрім атамыз қазақ халқының түп тамырын айқындайды. Ол қазақтың арғы атасы түрік деп нақты айтады. Ақыры өзін араптан іздеген талай жанды сынайды. Шежірелерді, араптан шыққан шежірені жоққа шығарады. Надылуше есімді түркі бабаны адамзат өркениетінің бір бастауы ретінде сипаттайды. Түрік сөзі мықтылықтың, батырлықтың, елін қорғаудың бір символын ретінде сипаттайды. Надылуше от жағып, халқын суықтан сақтаған ақыл мен ерліктің бейнесі.